шеберлік сағатында қолданылатын құрал-жабдықтар. Лактың түрлері, сұйық лак, құрғақ лак түрлері, тарақ түрлері қолданылады. Және де қыстырғыштар, электр қыстырғыш түрлері, плойка, истогаты, және де тік газбен қолданылады. Бүгін біз осы құрал-саймандарды қолдана отырып, шеберлік сағатын өткізетін боламыз. Салон Медина уже несколько лет является социальным партнером колледжа Тарасский колледж сервиса и технологий. Сегодня у нас колледжа мастер по производственному обучению Урманалиева Жазира проводит свой мастер-класс по прическам, а мы как партнеры желаем ей удачи. Сәлеметсіздер ме? Біз бүгін сіздерге әлеуметтік серіктес Медина салонында шеберлік сағатын өткізетін боламыз. Бүгінгі шеберлік сағатында мен қазіргі уақытта актуалды шаш сән үлгісін көрсететін боламын. Бұл шаш сән үлгісі жоғарғы көйлекті байлам деп аталады. Енді біздің бастапқы жұмысымыз аяқталды. Шашты кешкілік шаш сән үлгілеуге дайындадық. Яғни истогаты салынды және шаштың барлық аймақтарына бұйралық салынып шықты. Келесі жұмысымыз шаштың ортаңғы аймағын бөліп аламыз және оны арнаулы шашқа арналған резинкемен қоюымыз керек. Түпірлеу жасалған шаш бөлігін қыстырғыштармен қыстырып, керекті өзімізге шаш үлгісінің шығарып аламыз. Екі самай бөлігіндегі шашты біркелкі артта резинкемен буылған шашқа қосуымыз қажет. Яғни қыстырғыштарды пайдалана отырып, шаштарды біркелкі езіп жұмыс жасаймыз. Оң жақ және сол жақ төбе бөліктегі шаштарымыз толық әрленіп бітті. Енді біз келесі жерге түсіп және төбе бөлігіндегі шаштарға кірісетін боламыз. Шашпен қолымызда қалған шашты айналдыра орап шықты. Оның әрқайсысын жеке-жеке
kıstırgıçlarмен kıstırıldı және қатығы шеберлік қаттыру жұмыстары жүргізілді. Енді мынау қолда қалған шашымызбен осы шашты жауып, яғни әмбет көлемді етіп, жоғарғы көлемді шаш жасайтын боламыз. Tell you something, all that glitters ain't gold. It's been a long old troublesome road, and I'm looking for somebody come and help me carry this load. I need a dollar, that's what I need. Well, I need a dollar, that's what I need. Well, I don't know if I'm walking on solid ground, everything around me is falling down, and all I want is for someone to help me. I had a job, but the boss man let me go. He said, I'm sorry, but I won't be needing your help no more. I said, please, Mr. Boss Man, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need a dollar, that's what I need. Said I need a dollar. Кешкілік шаш сәнілгіміздің соңғы жұмыстарына келіп қалдық. Яғни желке тұсындағы оң жақ және сол жақ самай бөлігін, төбе бөлігіндегі шаштарды толығымен жинап бітірді. Енді біздің ең соңғы жұмысымыз қалды, яғни кекілді әрлеу жұмыстары. The boss man, I need this job more than you know. But he gave me my last paycheck and he sent me on out the door. Well, I need a dollar, that's what I need. Said I need a dollar, that's what I need. And I need a dollar, that's what I need. And if I share with you my story, would you share your dollar with me? Well, I don't know if I'm walking on solid ground. Бүгінгі біздің шаш үлгіміз аяқталды. Енді бізде ең соңғы шашқа әшекей бұйымды тағу жұмысы қалды. What in the world am I gonna do tomorrow? Is there someone with a dollar I could borrow? Who can help me take away my phone? Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle.